Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз мектеп онлайн курсына қалай тіркелеміз, қалай оқимыз, сол жайлы болмақ. Алдымен интернет браузерді ашып аламыз. Firefoxпен кіреміз. Адрестер енгізу жолағына мектеп жоқ онлайн мектеп.org деп енгізіп сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін логин паролімізді енгіземіз. Мен қазір логин пароль енгізіп жатырмын. Кіреміз. Мынандай терезе ашылған кезде X дегенді басуымыз қажет. Егер өздеріңіз қаласаңыздар, басқа пароль қойып алсаңыздар болады. Осы терезе арқылы. Бізге әзірге ол қажеті жоқ. Сондықтан X пен келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда экранның сол жақ бөлігінде мынандай белгі бар. Сол белгінің үстінен басып, мектепті басқару бөліміне өтеміз. КТЖ дегенді басып, күнтізбелік тақырып жоспарлау. Осы жерде сұрақ белгісі бар. Мына сұрақ белгісінің үстіне шертіп, мұғалім және әкімшіге арналған толық нұсқаулық дегенді басамыз. Одан кейін бізге білім ұстаз деген арнайы сайт ашылады. Сол сайтта ашылғаннан кейін біз мына курстан өтуіміз қажет. Онлайн мектеп платформасы бәрі мұғалімдер мен сынып жетекшілері үшін деген. Жазылу үшін толығырақ деген батырманы басып, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда біз менің курстарыма қосу деген батырманы шерту қажет. Менің курстарыма қосу. Ағымдағы терезе ашылған кезде авторизация дегенді басу қажет. Авторизация. Одан кейін кіру батырмасын шерту қажет. Кіру. Бұл жерге де сол жаңағы білімлентке кіретін логин паролімізді жасақ болады. Кіру батырмасын шертеміз. Ағымдағы жолаққа өзіміздің мобильді нөмірімізді жазуымыз керек. Ағымдағы жолаққа мобильді нөмірімізді жазамыз. Сол мобильді нөмірге SMS хабарлама келеді. Мына белгішені міндетті түрде белгі қоюымыз қажет. Ол белгі пайдаланушы келісім шарттарымен келісемін, жеке ақпарат өңдеуге келісім беремін деген. Осыны басып жіберу батырмасын шертеміз. Жіберу. Келесі қадамда біз көріп отырғандарыңыздай өзіңіздің жеке нөміріңізді сұрайды. ЖСН нөмірді енгізу қажет. Ағымдағы жолаққа ЖСН нөмір жазуымыз қажет. 84 02 402 187. Одан кейін жіберу батырмасын шертіп, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда көрсетілген нөмірге 4 символды хабарлама келу керек. Сол хабарламаны ағымдағы жолаққа енгіземіз. Хабарлама келгеннен кейін осы хабарламадағы кодты енгіземіз. Егер мәлімет дұрыс болмайтын болса, түзету батырмасын басып, өзгертулерімізге болады. Енді курсқа оралатын болсақ, оң сол бет бөлікте мына белгі бар. Сол белгінің үстіне шертіп, курстар бағанына өтеміз. Курстар бағанына өтеміз. Міне, мына бағанға өтіп, мына терезе ашылғаннан кейін ең астында цифрлық білім беру құралдары
қалай қолдану керек деген курс бар. Курсты қарау деген батырманы басу керек. Курстарды қарау. Одан кейін көріп отырғандарыңыздай мектеп әкімшісі оқитын курс бар. Мына жерде мұғалімдер мен сынып жетекшілері үшін арналған курс бар. Толығырақ батырмасын шертіп, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда менің курстарыма қосу деген батырманы басып, келесі этапқа өтеміз. Бұл курс бағасы тегін, сертификатты алу да тегін. Курстарына қосу, қазақша деген таңдап, жалғастыруды басамыз. Қазақша жалғастыру. Одан кейін оқуды бастау деген батырманы шертіп, курсты бастаймыз. Бұл курс 8 сабақтан тұрады. Бірінші сабақ онлайн мектепке қалай кіреді. Әр сабақтың ішінде белгілі видео сабақтар бар. Қалай тіркелу керек. Видеоны басып. Көріп болған екен, вперед деп келесі этап өтеміз. Келесі сабақ өтеміз, то есть. Одан кейін мына белгішеге басып, менің курстарыма қайтып өтеміз. Оқуды жалғастыру арқылы келесі сабақ өтеміз, яғни екінші сабаққа. Мектепті басқару КТЖ деген бар. КТЖ-ны қалай құрады, тақырыпты қалай қосуға болады, сияқты барлық сабақтарды, видео сабақтарды қарап шығамыз. Сабақтың ең соңында осы сабақтар негізінде бізге тест сұрақтары келеді. Сол тест сұрақтарына жауап беруіміз керек. Үшінші сабаққа өтеміз. Сабақты көріп шығамыз. Әр сабақты көріп болғаннан кейін алға батырмасын басып, я болмаса қайта көру үшін артқа батырмасын басып, өткізіп жүрген сабақты қайта көруге болады. Алға. Келесі сабақты қарау үшін мына жерде онлайн мектеп платформасы деген не бар? Текст бар. Онлайн мектеп платформасы бәрі мұғалімдер мен сынып жетекшілері үшін деген. Соның үстінен шертсек, біз мына терезеге қайта ораламыз, яғни 4-ші сабақ. Мына әрекетті қайталап жүрмейміз. Соңғы сабақты көріп болғаннан кейін курсты бағалауыңызды өтінеміз деген терезе ашылады. Сол терезені белгі несін қойып, өзіңіздің бағаңызды мыналарды таңдау қажет. Мына жолаққа толтыру міндетті. Яғни курс жайлы пікіріңіз жазып өтесіз осы жерге. Мына үшеуін таңдаймыз. Курсқа пікірімізді жазамыз. Одан кейін жіберу деген батырманы басуымыз қажет. Мынаның біреуі толмайтын болса, жіберу батырмасы қолжетімсіз болып қалады. Сондықтан екі бағанға да пікір жазуымыз қажет. Жіберу батырмасын шертіп, барлық сәтті өтті дейді. Яғни курсты аяқтадық. Ендігі мәселе бізде тесттен өту. Тесттен өту үшін тестті тапсыру батырмасы бар. Сол тесттен өту, тестті тапсыру батырмасын шертуіміз қажет. Тестке бізге 20 минут уақыт береді. Сұрақтың жалпы саны 10 сұрақ. Егер сертификат алу үшін 10 сұрақтың кемінде 50%-на, яғни 5 сұраққа жауап беруіміз керек. Тестілеуді бастау арқылы алған білімімізді тестілеп сынап көреміз. Бірінші сұраққа назар аударатын болсақ, каталогтегі БЖБ не ТЖБ-ны қалай жүктеп алуға болады? Бұның жауабы В варианты. В. Егер бұл сұраққа қиналып жатқан болсаңыз,
келесі сұрақ дегенді басып, бұл сұрақтан өткізіп жіберуге болады. Қай белгішені басқанда сыныптың деректерін көруге болады? Сыныптың деректерін көру үшін көз белгішесін басуымыз қажет. Үшінші сұрақ. Оқушылар тізімін онлайн сайтын жабдықтау үшін Excel форматында. Яғни үшінші сұрақ Excel форматында. Оқушылардың тізімін онлайн мектеп сайтына жаппай импорттау үшін құжатты қандай форматта жүктеу керек? Excel форматында. Төртінші сұраққа назар аударсақ, КТЖ мұғалімге көріну үшін қандай әрекет орындалу қажет? Бұл сұрақтың жауабы В. Сол жақ мәзірдегі мектепті басқару қойындысының үзімін басу керек. Оқушыға жеке хабарлама жіберу алгоритмдері әрекетті көрсетіңіз. Алгоритм артық әрекетті көрсетіңіз. Бұл жерде артық не? Д варианты. Менің сабақтарым бөлімінің қойындысына өту. Д. Алтыншы сұраққа келдік. КТЖ-мен жұмыс істегенде пәнді жүру үшін қай белгішені басу керек? Айқыш түріндегі белгіше X дегенде, яғни жауабы да. Күн тәртібінде қандай деректер болмайтынын көрсетіңіз дейді. Бұл жерде жауап сыныптағы оқушылар саны. Онлайн мектеп сайтының дұрыс адресін көрсетіңіз дейді. Бұл жерде А вариант. Онлайн мектеп.org деген сайт. Тоғызыншы сұрақ. Сабақ кестесінде мейрам күн белгілегіңіз келді, бірақ сақтау батырмасы қосылмай тұр. Ал сіз қажет күннің ұяшы қызыл түске боялды. Мұндай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда сол күнге жоспарланған сабақтардың бәрін кестеден өшіріп тастау керек. Ең соңғы сұрақ. Сынып деректерін өзгерсе енгізу үшін қай белгісін басу қажет? Сынып деректерін өзгерту үшін қарандаш белгішесін басуымыз керек. Қарандаш. Барлық сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін аяқтау батырмасын басу қажет. Аяқтау. Әрекетті растаңыз дегенде қызыл, яғни аяқтау дегенді басу қажет. Аяқтау. Көріп отырғандарыңыздай берілген уақыт 20 минут. Оның 2-3 минутқа жетер-жетпес уақытта аяқтап біттік. Дұрыс жауаптар 90%-ын жауап бердік. Сертификат берілді дейді. Нәтижесі құттықтаймыз. Сіз қорытынды тестіні сәтті тапсырдыңыз. Курсқа өту батырмасына барамыз. Сертификатты жүктеу батырмасы арқылы дайын сертификатты жүктей аламыз. Мынау жүктеу үшін төмен қараған строканы басу қажет.